Қыздар, біз бүгін шоколадты пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге таза ыдысқа 2 жұмыртқа, 100 грамм сүт, 100 грамм сұйық май, 100 грамм шекер, барлығын салып, осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап бір сұйық масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Тез-тез осылай араластырып қоямыз. Осындай сұйықтық көлемінде шығады сұйықтығымыз. Енді қалған құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 1 чайный қасық разрыхитель, 3 чайный қасық какао қажет болады. Осы 3 ингредиентті араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын сұйық массамызға салып бастаймыз. Венчиктің көмегімен араластыра отыра саламыз. Бәрін сразу салып тастауымызға болмайды. Қою болып қалуы мүмкін. Сол үшін жай-жайдан салып араластырып отырамыз. Осылай бәрін салып болған соң жақсылап араластырамыз. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осындай масса болып шығады. Міне массамыз дайын болып шықты. Енді 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Табамызға пергаментный қағазымызды салып, осылай сұйықтығымызды табамызға құямыз. Жан-жағы бірдей біркелкі болып пісу үшін осылай жан-жағына бірдей қылып құямыз массамызды. Уже пешке салынды. Міне 30 минутта пісіп шықты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үстіне сахарный пудра сепсеңіз де болады. Или сеппей-ақ осылай дастарханға ұсына берсеңіз де болады. Мен сол аралықта бір шоколадты қайнаған суға пакетке салып ертіп қойдым. Менің балдарым шоколадты пирог деген соң балдарға шоколадный пирог істеп бердім осылай. Өздеріңіз қалауларыңыз олда. Олай істемесеңіз де болады. Или үстіне сахарный пудра сеуіп жүрсеңіздер де болады. Осылай бәр жан-жағына шоколадымызды құйып, жақсылап бетіне жағып, ысылай жей берсеңіздер де болады. Болмаса холодильникке жарты сағатқа қойып, кепкен әбден суығанша жесеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз олда. Міне осындай пирог болып шықты. Өте дәмді, өте жұмсақ, ауызда еритін дәмді пирог болып шықты. Менің балдарым уже жеп бастайын деп жатыр. Кесілгенде де өте жұмсақ болып кесіледі. Дәмі енді сөз жоқ, өте дәмді. Аз ғана заттардан жасалатын, үйіңізге қонақ келген жағдайда тез дайындалатын пирогтың түрі. Міне осылай шығады. Комментария жазып қолдап кетіңіздер. Рахмет.